Здравствуйте! У нас сегодня урок 54. Зачем нужна вода? Бізге су не үшін қажет? Осы тақырыпта бүгінгі сабағымыз өрбитін болады. Упражнение первое. Отгадай слово. Жұмбақты табуымыз керек. Чтобы лился дождик с неба, чтоб росли колосья хлеба, чтобы плыли корабли, чтоб варились кисели, чтобы не было беды, жить нельзя нам без воды. Правильно. Воды деген сөз бұл жұмбақтың шешімі. Яғни, сусыз өмір жоқ деген мағынадағы өлең. Ары қарай жалғастырамыз келесі жаттығу. Упражнение второе. Послушай. Тыңда. Кому и зачем нужна вода? Кімге және не үшін су қажет? Вода – источник жизни, дети знают. Так любят лодку в ванной запускать. Цветы полют, лицо свое умоют. Им без воды нельзя существовать. Су өмірдің нәрі. Оны балалар біледі. Олар ваннаның ішінде кеме жасап ойнағаны жақсы көреді. Суға гүл құяды, беті қолын жуады. Сусыз олар өмір сүре алмайды. Вода – источник жизни. Звери знают. Учебник даже нам писал о том. У водоемов жажда заставляет их соблюдать приличия во всем. Су өмірдің мәні. Оны жануарлар да біледі. Қанша олар жануар болғанның өзінде, өзен көлдің жанында олар рет-ретімен келеді. Яғни суды ішуге олар қатты ішкісі келсе де бірін күтеді. Очередьпен келіп, толық асықпай су ішкісі келеді. Вода – источник жизни. Птицы знают. И птицы очень рады той молве. Ведь не прожить порой им бывает. Все мысли их устремлены к воде. Су өмір нәрі. Өмірдің мәні. Оны құстар да біледі. Олардың барлық ойы суға жету. Қанша алыста жүрсе де. Су құстар үшін де өте маңызды. Вода – источник жизни. Деревья знают. Растут, цветут, плоды дают. И тень прохладную в жару бросают. И счастьем сердце человека наполняют. Су өмір мәні. Оны ағаштар да біледі. Өседі, көбейеді, гүлдейді. Өзінің жемісін береді. Ыстық күні өзінің жапырағын жайқалтып бізге көлеңке сыйлайды. Сонысымен адамға бақыт сыйлайды. Енді, какое предложение в тексте повторяйте 4 раза. Осы біздің өлеңімізде 4 рет айтылатын сөйлемді тап. Вода – источник жизни. Дұрыс айтасыздар. Вода – источник жизни. Вода – источник жизни. Вода – источник жизни. Осы вода – источник жизни сөзі бұл өлеңде 4 рет қайталанып тұр. Енді, что знают дети, звери, птицы, деревья о воде? Балалар, құстар, аңдар, ағаштар нені біледі дейді? Они знают, что вода – источник жизни. Олар өмірдің мәні, өмірдің нәрі су екенін біледі. Сусыз өмір жоқ. Сусыз өсімдіктер өсе алмайды. Сусыз жануарлар өмір сүре алмайды. Сусыз адамдар да өмір сүре алмайды. Упражнение 3. Поработай с текстом. Бұл енді бағанағы екінші жаттығудағы өлеңмен жұмыс жасаймыз. Яғни, осы өлеңнің ішінен 4 сөйлемді көшіріп жазуымыз керек. Яғни, заттардың қимылын білдіретін сөйлемді тауып жазуымыз қажет. Оның бірінші сөйлемі міне. Дети, что делают? Знают. Балалар не істейді?
балалар біледі. Бұл бірінші сөйлем. Екіншісі, звери знают. Ары қарай, птицы знают. Ары қарай, тағы да кім бар еді? Звери, птицы, дети. Төртіншісі, деревья знают. Енді біздің знают сөзі бұл, яғни аңдардың, құстардың, ағаштардың білетіндігі туралы айтылып тұр. Яғни оларға не істейді? Құстар не істейді? Құстар біледі. Яғни егер бір бұл сөз заттың немесе қимылын білдіріп тұрса, ол не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Ал орыс тілінде ол сұрақтар: что делал, что делала, что делало, что делали, что делаешь, что делаешь, что делает, что делаем, что делаете, что делают, что буду делать, что будешь делать, что будет делать, что будут делать. Яғни не істейді, қайтты, қайтеді, қайтыпты, қайтеді болашақта. Яғни бұлардың барлығы, егер мысалы қимылды білдіріп тұрса, бір заттың, мысалы Арсен жүгірді деген қимыл қозғалысты білдіреді. Ол сұраққа біз что делал, что делает деген сұрақтарды қоя аламыз. Бұл бізде не ол? Глаголы. Келесі. Енді упражнение 4. Подбери. Мына жерде бізде 8 түрлі сурет берілген. Ал астында 8 түрлі сөйлем жазылған екен. Бірақ сөйлем толық емес. Яғни чистить. Что? Нені тазалаймыз? Яғни мына жердегі сурет сәйкес келеді оған. Тісті тазалау. Чистить зубы. Готовить. Готовить что? Готовить салат. Мыть что? Мыть окна. Есть что? Есть салат. Салатты жеу. Стирать вещи. Кір жуу. Купаться в речке. Өзенге шомылу. Поливать. Өсімдіктерді сумен. Су құю өсімдіктерге. Және мыться в душе. Душта шомылу. Осы іс-қимылдың барлығын жасау үшін не қажет бізге? Әрине бізге су қажет. Ал енді бізге сұрақ қойыпты. Слова, действия какого вида? Совершенного или несовершенного используются в этих словосочетаниях? Жауап берейік. Ал енді совершенный мен несовершенный вид глагола ол қандай глаголдар, етістіктері? Яғни совершенный деген ол істің біткендігі жөнінде. Яғни что сделал деген сұраққа жауап береді. Ал несовершенный ол что делать, что будет делать, что делал деген сұрақтарға жауап береді. Біздің бұл жердегі чистить, готовить, мыть, есть, стирать, купать, поливать, мыться, олардың барлығы бізде несовершенный вид глаголаға жатады. Немен несовершенный вид глагола деп бөліп қойдым. Ал енді келесі жаттығуға өтейік. Ол бізде 5-ші упражнение прочитай вывод. Бұл судың бізге маңыздылығы туралы айтылған. Без воды все живое на земле погибнет. Вода – это жизнь. Су бұл өмір. Сусыз жердегі барлық тіршілік иесі өледі деген мағына білдіретін екен. Келесі. Подумай. Упражнение 6. Какую воду пьют
люди в городе и в селе. Ауылдың адамдары және қаланың адамдары қандай суды ішеді? Соны мына жердегі тірек сөздерді пайдалана отырып бөліп жазуымыз қажет. Село, ауылдың адамдары родниковую, яғни бұлақтың суын ішеді. Колодезную, яғни құдықтан су ішеді. Кипяченый суды ішуі мүмкін, яғни қайнатылған. Одан кейін олар сырую. Шикі, яғни ештеңе қосылмаған таза су. Ал қаланың адамдары водопроводную, яғни құбырлармен келетін суды ішеді деген сөз. Одан кейін бутилированную, яғни бутылкамен сатылатын суды ішеді. Одан кейін олар да қайнатылған суды ішуі мүмкін. Өздері қайнатып, сосын ішуі мүмкін. Осылай екіге бөліп жазып қойдым. Енді келесі жаттығуға өтеміз. Ал енді упражнение 7. Запиши правильно. Дұрысын тап дейді. Мына жерде бізде 3 сөйлем берілген. 3 сөйлем, 6 сөйлем берілген. Бірақ екі түрлі жазылған. Ол қалай дегеніміз? Бірінші, корабль плывет по воде. Корабль суда жүзіп келеді. Ал екінші бөлігінде корабли плывут по воде. Екеуінің қай жерде айырмашылығы бар? Бұл жерде бір корабль суда жүзіп келатқан, ал мына қатарда корабли, яғни кемелер көпше түрде айтылған сөйлемдер. Мына қатарда жекеше түрде айтылған, мына қатар көпше түрде айтылған сөйлем екен. Және тағда қарамен жазып кеткен бұл барлығы предлогтар. Назар салайық. Корабль плывет по воде. Корабли плывут по воде. Чайка летит над морем. Бұл жерде единственное числода тұр. Яғни бір қана құстың ұшып келатқаны. Ал мына бетте чайки летят над морем. Бұл бір емес, бірнеше құстың ұшып келе жатқандығын білдіреді. Сондықтан глаголдардың жазылуында айырмашылық болады. Летит, летят, плывет, плывут. Ручеек бежит по камушкам, ручейки бегут по камушкам. Яғни, единственное числода бежит болады глагол, ал множественное числода бегут болып өзгереді глаголдар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемат болыңыздар. Менің сабақтарым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау сәлемат болыңыздар.